Қарақалпақстанда 1 триллион 26 миллиард сумлық құрылыс оңлау жұмыслары алып барылады. Медицина институтына Японияның заманауи хирургиялық үскінелері алып келінді. 1 февралдан баслап болса, хауа температурасы плюс 15 дәрежеге шекем жылы күтілмекте. Ассаламу алейкум. Өткен хаптеде жүз берген ахметлі хабарларды жарыту мақсатында біз хапте дайджестін баслаймыз. 29 январ күні Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёев, Түркия Республикасы президенті Реджеп Тайип Эрдоғанның бірат етуіне бола расми сапар менен Түркия мемлекетіне барды. Президентлер басшылығында Өзбекстан Түркия стратегиялық бірге іслесу кеңесінің мәжілісі болып өтті. Хам жоғары дәрежедегі стратегиялық бірге іслесу кеңесінің мәжілісінен соң екі тәріплеме хүжетлерге қол қойылды. Соның менен бірге Стамбулда сырт елдегі бірінші өзбек мектебінің құрылысына старт берілді. Жаңа оқу орны Түркияда жасап атырған өзбек шаңырақларының перзентлеріне өз ана тілінде білім алу имканиятын береді. Сондай-ақ Қатай уалаятының Арсус районында 2023 жылы жер сілкінуінен соң мемлекетіміз тарапынан құрылған Өзбекстан тұрақ жай комплексінің ашылу мәресімі болып өтті. Бұл жерде 300-ден астам толық үскінеленген квартира, жәмі 24 көп қабатлы жайдан ібарат барлық зарур инфраструктураға ие заманауи тұрақ жай комплексі құрылды. Қарақалпақстанда 1 триллион 26 миллиард сумлық құрылыс оңлау жұмыслары алып барылады. Президенттің 2026-2028 жылларда Өзбекстан Республикасының социалық һәм іслеп шығару инфраструктурасын рауажландыру ләжлары хақындағы 393 салы қарары қабыл етілді. Осы қарар менен социалық һәм іслеп шығару инфраструктурасын рауажландыру бағдарламасы тасдиқланды. Осы тикарда осы жылы Қарақалпақстанда 1 триллион 26 миллиард сумлық құрылыс оңлау жұмыслары алып барылуы белгіленді. Соның ішінде бағдарлама тикарында 19 мектеп, 8 мектепке шекемгі білімдендіру өлкемі, 7 денсаулық сақлау, спорт һәм мәдениет объектілері құрылысы оңлау жұмыслары алып барылады. Бұнан сқары амелге асырлатуын жойбарлар қатарында 24,3 миллиард сум қаржы тикарында. Нүкіс қаласындағы республикалық қанегелестірілген онкология һәм медициналық радиология ilmi әмели медицина орайы Қарақалпақстан филиалы имараты жаңадан құрылады. 28 миллиард сум қаржы тикарында Қарызектегі арнаулы санат зонасы, Нүкіс еркін экономикалық зонасы һәм Коңырат Free Salt Zone санат зонасы инфраструктура менен тәминленеді. 69 миллиард сум қаржы тикарында Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті құрылыс оңлау жұмыслары алып барылады. Сонан 1800 орынға мөлшерленген оқу лаборатория имараты һәм 500 орынға ие студентлер жатақханасы жаңа құрылуы белгіленді. Қарақалпақстанда медицина институтына Японияның заманауи хирургиялық үскінелері алып келді. Жойбар шеңберінде институтқа улума бағасы 2,1 миллион ақш доллары болған заманауи медицинаның ахметлі бағдарлары бойынша операция һәм диагностика өткеру үшін жоғары технологиялар медицина үскінелері алып келді. Үскінелер құрамалы медицина араласуларды жоғары анықлықта һәм минимал жарақатлықларда әмелге асыру имканиятын беретуғын нейроэндоскопия лаборатория соның ішінде балалар хирургиясы үшін эндрология һәм эндоскопик лор хирургия системаларын өз ішіне алады. Бұл жойбарда әмелге асыру Қарақалпақстанның денсаулықты сақлау системасының имканиятларын күшейтуге жәрдем береді. Минимал инвазив технологиялардан пайдалану асқылау қаупін азайту, қан жоғалтуды азайту һәм науқаслардың тікелену мүддетін қысқарту имканиятын береді. Хош хабар, Өзбекстанда жоғары оқу орындарының студентлер жатақханаларында бейпулы жасайды. Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің қарары менен айрым категориядағы студентлердің мемлекеттік жоғары оқу орындары студентлер жатақханасында жасауы қажеттілері мемлекет бюджеті есебінен қаплап берілуі тәртібі тасдиқланды. Бұл жеңілдіктен социалдық реестрге кіргізілген шаңырақлардың күндізгі тәлім формасында білім алып отырған перзентлері пайдалануы мүмкін. Төлемдер студенттердің грант ямасы контракт тикарында оқуына қарамастан әмелге асырылады. Егер мемлекеттік жатақхана болмаса, студенттер мемлекеттік жекеменшік шеркілік тикарында құрылған тұрақ жайларға жайластырылуы мүмкін. Төлемдер har айдың 15-ші сәнесіне шекем студенттің банк пластик картасына өткеріп беріледі. Талапкерлерді анықтау һәм тізімді қалыптастыру төмендегіше болады. Арза беруші тарапынан ұсынылған арза һәм оған
косумча етілген құжетлер тикарында комиссия тарапынан талабалар тізімі анықланады. Арза беруші оқу жылы үшін студентлер тұрақ жайларындағы жасау қажетлерін мемлекеттік бюджет есабынан қаплап беру бойынша өз білім алып атырған жоғары оқу орны ректоры атынан, яқы филиал директоры атынан айдың 7-ші сәнесіне шекем арза беріп мұражат етуі керек. Осы міндеттен кейін ұсынылған арзалар осы ай бойынша жасау қажетлерін қаплап беру үшін көріп шығылмайды. Арза беруші еркін түрде комиссияға студенттерге шартнама тикарында көрсетілетін қызметлердің есабын жүргізу мәлімдеме системасы контракт еду уз арқалы арза жібереді. Арза тиісті оқу жылы үшін бір мәрте жіберіледі. Өткен хаптеде жүзі берген ахметлі хабарлар ұсылардан ібәрат еді. Келесі хапте біз ұшында, сіз ұшында хош хабарларға толы болсын.